Ассалаумағалейкум. Мынандай полуавтомат көр машина. 6 килограммдық. Бұның қырды сағатын жағы істемейді. Күші айланбайды. Бұның бәрін шешіп көрдім. Артын көрсетеміз. Артында моторы бар. Моторы тұр. Осы мотор электродвигатель клинт етіп қойған. Моторын жасап қойдым. Ендігі проблема сонда айланбай тұрды. Мынаны шешіп, бетін бәрін ағытып шештім. Шешіледі, винт бар. Арадан бір винт. Одан мынау бөлек шешіледі. Мынау бөлек шешіледі. Мынаны өйтіп көтерген кезде мынаның астында мынаның астында мынаған бекітілетін. Біреу, екеу, үшеу тұр. Үшеу тұр. Осы үшеуі шешкен кезде абай болу керек. Татпас қалған екен. Бәрін шешілді. Бұның босатылып тұр. Енді мынаны жеке суырып алдым. Мынаны жеке суырып алдым. Көрдіңіздер ме? Мына сальник. Осы сальник кетіп қалған. Осы сальник кетіп қалған. Мынау айланған кезде айланбайды. Қатты көрдіңіздер ме? Осы моторға нагрузка түсіп, мотор клинт етіп тастаған ғой. Осы бұйырса қазір осы сальникті ауыстыратын боламыз. Ауыстырып, қайтадан жинап, полностью. Одан кейін қосып көреміз, Алла бұйырса істеу керек. Қазір бұны сальник бүйтіп алынады, жай үстіге қарай көтерілсе алынады. Бір қолмен ыңғайсыз болып тұр. Мына вал. Көрдіңіздер ме? Мына валдың басы жаңағы электродвигательдің басына кіретті. 2 болтпен бекітіледі мынаған. Сол кезде электродвигатель айланған кезде мына қоса бірге айландырады. Міне көрдіңіздер ме? Отчет болып кеткен сальнигі. Өзімше жасамақшы болған. Герметикпен жыртылған жерлерін бәрін герметикпен жамап, ішін майлап нетіп едім, оған болмады. Ескінің аты ескі бәрібір. Содан кейін жаңасын қаладан заказ беріп алдырттым. Жаңа сальник келді. Осында бұйырса қазір салып көрем. Мына сальниктің айырмашылығы бекітілген кезде мынандай резвовой. Мына резвовой екен. Бірақ осындай алсаңыздар, абай болыңыздар, обратный резьба екен. Шешкен кезде наоборот, сағат тілмен айландырып шешесіздер шешкен кезде. Ал бұраған кезде наоборот, сағат тіліне қарама қарсы бүйтіп бұрасаңыздар бұралады деген. Ал мына сальниктің мынандай жері крап дейді. Қазір арадан көрілім екен. Мына арада тұр, міне ақ. Көрдіңіздер ме? Ақ. Ар жағы стап тұр, ар жағы. Мынандай кетірге тұрмай крап дейді. Осы. Осындай
краб болады. Бұл негізі крабтан қарағанда жаңағы мынау ыңғайлы салғанға. Аны крабты алып шешу проблема болады. Мынау ыңғайлы. Аны салып, аны арт жағынан бүйтіп бұрай саласыздар. Осы енді электричество жағын, тоқ жағын бәрін тексеріп шықтым. Бәрін түгел проводтармен прозвонка жасадым. Проводтары целый, нормально. Бұйырса қазір жинап, одан кейін тағы да результатын салатын боламын. Рахмет. Так, мынаны бекітіп қойдым. Электродвигательға бекітіп қойдым. Енді бұйырса қосып көреміз. Мынау міне былай жасалған ғой. Мынау қақпақ қой міне. Қақпақ, мына жерде контакты тұр міне. Екі контакттар. Қақпақ жабылған кезде мына контактын итереді. Контактын итерген кезде анау тоқ барады неге. Электродвигательге тоқ барады да, электродвигатель айналады міне мына контакты міне. Көк тұр ғой, көк контакты. Осы контакттар қосылған кезде электродвигатель айналады. Міне қазір қосып көрсетем. Міне таймерді қосам. Міне таймерді қостым. Мына жерге тоқ кеп тұр уже. Көрдіңіздер ме? Тоқ кеп тұр. Бірақ контакты жоқ. Мынау айланбайды, көрдіңіздер ме? Енді қазір мен қақпақты жапсам, айланады ол. Міне қазір көрсетем. Екі контактын қосам бір-біріне. Міне кетті. Міне ажыратам. Міне ажыратқан кезде тоқтайды. Қақпақ ашылды, көрдіңіздер ме? Ашылған кезде тоқтайды осылай қақпақ. Мына қақпақ ашылған кезде. Қазір мен қақпақ жапсам, қайттан айланады. Өйткені мына қақпақ мына контактыны бір-біріне итереді. Қосатқанда екі контактыны бір-біріне. Плюс-минус бұны. Осы плюс-минусты бір-біріне қосады. Міне қазір көрсетем қайттан. Міне біткен кезде пружина тұр ғой. Міне біткен кезде міне кетті. Міне айналып тұр. Міне кетті. Міне қақпақты қайттан ашам. Міне тоқтады. Міне тоқта қалды. Міне тоқтайды, көрдіңіздер ме? Осылай жұмыс істейді бұл. Барлықтарыңызға рахмет. Видео қызықты болса, қолдап қойыңыздар.